Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Сальвия болады. Таңербергенова Траворим компаниясының амбассадоры боламын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол жеке кабинетке пен танысу. Қазір демонстрация қосылады, экранға назар аударыңыздар. Міне, әрбір әріптесте, серіктесте осындай өзінің жеке кабинеті бар. Осы жеке кабинетпен тиімді пайдалану әрбір клуб мүшесінің міндеті. Себебі неге? Осы жерде біз өзіміздің саяхаттарымызды өзімізге жоспарлап және де керемет мүмкіншіліктерге ие бола аламыз. Бастайтын болсақ, бірінші біздің вкладкамыз ол мүшелік қызметтері. Мүшелік қызметтерін аша қойсаңыз, бұл жерде екі сайт шығады бізде. Травориум туристік сайты, жаңасы және ескісі. Екеуі ешқашан ауыстырмаңыздар, екеуі екі түрлі қызмет. Әрбірінде өзгеше баға, өзгеше ұсыныстар болуы мүмкін. Сондықтан екеуін де жеке-жеке қарап шығасыздар. Себебі міне бір қызметті іздеген сәтте бронь жасағыңыз келе ма, немесе активити жағынан алғыңыз келе ма, әрбір сайтты жеке қараңыздар. Баға әртүрлі болуы мүмкін, ұсыныстар әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан осы моментті жіберіп алмаңыздар, және де осы екі сайттың өзінің кэшбэгі бар, білесіздер, және ол екі кэшбэк ешқашан біріктірілмейді. Әр сайтта жеке-жеке қолданасыздар. Сапарды ынталандыру дейді. Бұл кез келген әріптеске серіктес болған сәтте берілетін сапар. Бұл сапарды да біз әрқашан 12 айға дейін таңдап өтуіміз қажет. Мысалы, сіз тіркелген сәттен бастап сізде 12 ай бар. Сол ынталандыру сапарын таңдауға, барып келуге емес, таңдау жасауға. Сіз таңдау жасаған күннен бастап 18 айлық шөт басталады. Сол 18 айдың ішінде сіз ынталандыру сапарыңызды пайдалануыңыз тиіс. Ынталандыру сапарын бір аша кететін болсақ, ол жайлы бізде жеке-жеке сабақтар өтетін болады. Міне, ынталандыру сапары деген сайтымыз осы. View Location деген кнопканы басатын болсаңыз, мына жерде сіз міне өзіңіздің ынталандыру сапаруға болатын мекен жайларды көресіз. Және осының кез келгенін таңдап алуыңызға болады. Әрі қарай, міне, екінші біздің сайтымыз ол Dreamcation платформасы. Dreamcation платформасында міне 3 вкладка бар, шолу, әлемдік турлар және қашу деп. Біздің Getaway сайты осылай аудармалаған болған. Міне, әрбір вкладканы ашып өтейік. Міне, Армандар платформасында бізде әр айда бірнеше әлемдік турлар жоспарланған. Сол жоспардың бәрін өзіңіздің жеке кабинетіңізде осылайынан ашып көретін боласыз. Серіктестен бұл жерде, міне көріп тұрсыздар, шолу деген жерде өзіңіздің клубтық пакетіңізге, мүшелігіңізге сай қандай мүмкіншіліктер бар, соның бәрі осы жерде жазылған. Яғни, кез келген сіздің міндеттемеңіз бен сіздің құқықтарыңыздың бәрі осы жерде жазылып өткен. Бұл жерде екі сайттың, жәнегі Getaways және әлемдік тур, World Tour сайтының өзінің нұсқалары. Міне, броньдау және тіркелген күннен қойылатын талаптар, сәйкестендіру және құжаттамалар, қонақ үйге тіркелу саясаты, бас тарту және қайтару саясаты. Осының бәрімен жеке кабинетпен танысып өту міндетті түрде. Біздің
жаңа келген әріптестерімізге осыны көрсету біздің міндетіміз. Не үшін? Себебі ол адам, ол серіктес өзінің құқықтарымен және де қалай ешқандай ертеңгі кері жағдай өзіне болмас үшін қалай пайдалану керек, осы жерде саясатының бәрі жазылып өткен. Міне. Қалай саяхаттан бас тартуға болады, неше күнге дейін толығымен өзінің балдарын жоғалтпай қайтаруға болады, соның бәрі осы жерде жазылған. Және де бізде серіктестер осындай сұрақ қояды. Мысалы, біз серіктес болдық, бірақ бір жылдан асты бал жинап келе жатырмыз, ешқайда саяхатқа шықпадық. Қанша балға дейін біз жинақтасақ болады деген сұрақтар болады, е? Сондай сұрақтарға міне осы жерде барлық саяхат ұпайлар туралы да барлық ақпарат бар. 24 айға дейін жинақтауға болады. 24 айдан асқаннан кейін біздің ұпайларымыз көбеймейді. Сондықтан 24 ай ішінде біздің кез келген клуб мүшесі бір рет саяхатқа барып келуге тиісті. Және де білесіздер, ол жинаған туристік ұпайларыңызды әрқашан 100%-дан қолдануға болады, е? Ол дегеніміз не? Мысалы, серіктесте бір жылдан астам, 2 жылға жуық ұпай жиналып қалды, туристік ұпайлар. Сол туристік ұпайды бір жолата қатар әлемдік турлар немесе жаңағы Getaway сайтымен қосып алып, бірдестен пайдалануға мүмкіншілігі, ешқандай шектеу жоқ. Келесі біздің сайтымыз ол әлемдік турлар. Міне, әлемдік турларда бұл жерде әр айға бізде берілген календарь. Міне, бізде қазіргі енді жаңа жылдың өзіне, 26 жылдың өзіне, қаңтар айының өзінің ұсыныстарының бәрі бітуде. Қаңтар айына бізде тек қана міне Бали, Индонезия және Бостон қалып тұр, е? Февраль айына ұсыныстар көбірек. Ол Пхукетпен басталады және Кабо Сан-Лукас, Мексика, Куала-Лумпур бітіп Бухарест жаңа направление, бірінші әлемдік тур болады. Март айына міне осы жерден кез келген әлемдік турды ашып қараймыз. Мысалы, Таиландта осы жерде бар өзінің условияларының бәрі осы жерде жазылған. 4 жұлдызды отель 6 күнге 5 түнге беріледі, е? Бұл жерде неше ересек, неше бала баруға болады. Әрқашанда біздің демалыстарымыз, білесіздер, 2 ересекке арналған, және де оған бала алуға болады. Бала алуға болады, ол 3 жасқа дейін, ол тегін, оған және таңғы аста кіреді, мысалы осы нұсқаның өзінде, е? Ал 4 жастан астам балаларға түніне $14 төленеді екен. Бұл оған жататын орын беріледі, және де таңғы ас беріледі. Осының мүмкіншіліктерінің бәрі осы жерде. Так, мынаны жинақтап қоя салайық. Міне, көріп тұрсыздар, е? Және мына жерде тотал дейді, 3 адам, яғни бұл әлемдік турға 2 баламен баруға бізде мүмкіншілік жоқ екен. Әрқашанда 2 ересек, 1 бала, немесе 1 ересек, 2 бала баруға болады. Демек, қонақ үйдің 4 адамға арналған бөлмелері жоқ дегенді білдіреді. Осы жердің бәрінде қазір менде переводтап уақытты кетірмейін, оны өздеріңіз жеке-жеке танысатын боласыздар. Біздің мақсатымыз ең бастысы сіздерді осы әрбір вкладканы ашып, қарап, танысу. Біздің міндетіміз, себебі не үшін? Тек қана осыны жақсы үздік түсінген адам ғана осыны өзіне тиімді пайдалана алады. Көпшіліктің қолында керемет мүмкіншілік бар, жиналып тұрған ұпайлары бар, бірақ өкінішке орай ол жандар кіріп осы жеке кабинеттерін ашпағандықтан
көре алмайды. Міне біздің Getaway сайтымыз. Бұл жерде кез келген все направления дейді, айлар және неше адам барғыңыз келеді. Мысалы, сіз қайда барғыңыз келді? Азияны алып көрейік. Мысалы, біздің ең жақсы көретін айды таңдамадық және неше адамға екенін де таңдаған жоқпыз. Бірақ енді Азияда қандай направлениялар бар екенді поискқа баса қойсаңыз, міне өзі шығып келіп жатыр. Қай жерлерде бар екен картада көрінеді, және де қараңыз. Азияның өзінде 2383 ұсыныс бар екен. Осының әрбірін жеке ашсаңыз, қай айға, неше адамға екенін көруге болады. Және де осы жерге жете тұра, сіз бұл жерде енді неше адамға қажеттілігін таңдайсыз. Мысалы, 4 адамға таңдадыңыз, сөрчті баса қойсаңыз, енді жаңа 2800-ден астам ұсыныс болса, енді 4 адамға жайғасатын 517 ұсыныс бар екен. Осылай өзіңіз өзгертіп отырасыз. Және де бұның әрбірінде міне патонгты аштыңыз, мысалы, Таиландта. Және бұл жерде мына қараңыз, белгіленген күн. Күннің бәрі осы жерде жазулы. Және неше адамға беріледі, осының бәрін осы жерден кіріп таба бересіздер. Міне, май, июньға бар, июльға бар. Бүкіл осы Таиландқа, осы резортқа берілген ұсыныстардың бәрі. Міне сентябрь айына дейін осы жерден таба бересіз. Келесі біздің керемет платформамыздың мүмкіншіліктері ол Травориум университеті. Осы Травориум университетін көпшілік әлі дұрыс қолдана алмайды. Бұл жерде міндетті түрде әр айда әрбір амбассадор өзінің тренингін жазып өтетін болады және жеке сабақтарын. Осы жердегі міне видео деген, мына жерде өзіміздің президентіміздің жолдамасы және видео дегенге басып өтеміз. Міне видеоға кірген сәтте категорияны таңдасаңыз болады. Бұл жерде не жайында қажет? Міне продукт жайында ма, компенсацион біздің бизнес жоспар бойынша ма, жоқ біздің басқа да компанияның вице-президенттері Джош Харттың өзінің жазған мәлімдемелері бар. Соның бәрімен осы жерден жеке өзіңізге қажетін таңдап аласыз. Мысалы, және қай тілде керек сізге, осы жерде міне қараңыз, ағылшын, испан, француз және орыс тілінде берілген. Қай тілде қажет, сол міне мысалы сізге орыс тілінде қажет, Орыс тілінің ішінде негізінде қазақ тілінде де тренингтар және сабақтар бар. Міне бұл жерде орыс тілді амбассадорлардың бәрінің берілген презентациясы және сабақ тренингтары бәрі осында. Осы жерде жеке қай амбассадордың сізге тренингі қажет, мысалы, уақытыңызды үнемдеу үшін, міне осы жерден, міне, мысалы, Константин Кимнің, кеше ғана Константин сабақ өткен болатын, осы Константиннің тренингтары міне. Осы жерден танысып өтесіз. Бұл жерде міне категориялар, компенсация, бизнес. Так, енді Травориум университетімен мен ойлаймын танысып өткеннен кейін міндетті түрде пайдаланасыздар деп. Тапсырыс тарихы. Бұл жерде сіз мысалы көпшілік қай айда төлейтінін және немесе басқа да өзінің
тарихын білмейді, иә. Ол үшін мына жерге кірсеңіз, сіздің әрбір төлеген, франшизаға төлеген $100 ба, немесе ай сайынғы төлеген төлеміңіздің бәрі осы жерде. Осы жерден әрбірінің міне счет фактурасын ашып көруіңізге де болады. Міне осыны ашсаңыз, міне сізде мысалы менің айлық төлемім, алынған күні бәрі осы жерде белгіленген. Міне 16 сентябрь күні төленген менікі $135. Счет қажет болса осы жерде. Және жасалған бүкіл төлеміңіздің тарихы осы жерде. Келесі біздің вкладкамыз. Енді кешірім өтінемін, біздің өңірде интернет жылдамдығы кішкене бәсеңдірек. Сондықтан бұл вкладканы ашпай тұр, қайтып оралатын боламыз. Міне, енді менің командам бұл жерде сіз күнделікті төлем генеалогиясын, түйін ағашының көрінісі дейді, өзіңіздің әріптестеріңізді, бірақ ең өзіңізге тез қолдану үшін осы именно төлем генеалогиясына кірсеңіз, өзіңіздің әрбір әріптесіңізді осы жерден таба аласыз. Міне, және де ол әріптесіңізді мына жерде іздеу арқылы тапсаңыз болады. Және мына бүкіл өзіңіздің ағашыңызды, генеалогияңызды ашып қарап іздеу, енді командаңыз үлкейген сайын ол қиындау болады. Сондықтан міне осы жерге ID-ін, партнеріңіздің ID-ін енгізсеңіз, соны міндетті түрде табатын боласыз. Міне 356 584, 356 584. Міне менің бірінші. Демек, бұл бізде жеке партнер, бұның несі жоқ, бұл кісінің командасы жоқ дегенді білдіреді. Қазір біз бір жеке партнерді ашып көретін боламыз. Так. Енді, мысалы, командасы бар партнерді іздеп көрейік. Осылай іздеу жасаңыздан болады. 729. Так, міне. Міне біздің енді жаңа партнеріміздің ашылды. Және осы жерде барлық тіркелген күні бәрі жазылған. Міне көріп тұрсыздар, қандай мүшелікпен, қандай дәрежеде, қай күні тіркелген, және соңғы тапсырыс. Міне 0 BV деп тұрса, ол кісінің несі жоқ, төлемі жоқ дегенді білдіреді. Және төлемі бар адамда ол әрқашанда 80 BV болып саналып тұрады, және астында оның ұпайлары қанша, командасында міне оң аяғы, сол аяғы, барлығы қаншадан бары көрініп тұратын болады. Енді бұл жерде көлем тарихы, көлем тарихында сізде күн сайынғы
күн сайынғы емес, енді ай сайынғы сіздің әрбір партнеріңіздің несі көрініп тұрады, қай жағында неше балы бар екенін, және міне көріп тұрсыз, иә. 80 балл демек, ол әрбір өзінің активні тұрған партнерді 80 балл көрініп тұрады. 0 дегеніміз, демек ол адамның бұл айда төлемі әлі төленбеген. Оң жақ, сол жағы және барлығы міне қанша жеке балл бар, соның бәрі осы жерде көрінеді. My Upline дейді. Міне, My Upline'ды бассаңыз, өзіңіздің жеке спонсорыңыздың бүкіл данныйлар шығатын болады. Менің спонсорым Русина Мұқанғали деген құрбым болатын. Күту залы. Күту залында бізде қазір ешкім жоқ, е. Сіз бір адамды тіркеген сәтте, бұл жерде бір адам тіркесеңіз, немесе қанша адам тіркедіңіз, сонша адамның саны болады. Және де осы жерде біз орналастырамыз, е, ол адамды. Бұл жерде сіздің жеке серіктестеріңіздің тізімі. Сіздің жеке серіктестеріңіздің тізімі. Бұл жерде және де барлық серіктестеріңіз, демек, егер сіз бұл айда тіркелмеген, бұл жылы тіркелмеген болсаңыз, алдыңғы жылы, иә, мысалы сізде мүше болғаныңызға 1 жылдан асып кеткен болса, онда сізде осы жерден барлық жеке серіктестеріңіздің бәрі шықпайды. Сондықтан не жасаймыз? Сондықтан мына жерге өзіңіздің қай кезде, мысалы, ол адам қай кезде тіркелді, содан бастап қарасаңыз, немесе өзіңіздің тіркелген сәтіңізден бастап қарасаңыз болады. Сонда тек қана сіздің бар серіктестеріңіздің тізімі шығатын болады. Так. Мысалы, міне 20-шы 25-ші жылы. Міне, 1 февральды алатын болайық. Так, бұл неге қарамай тұр? Так. Мысалы, кез келген. Так. Но неге жасамай тұрған? Менікі тыңдамай тұр. Енді осы жерге басталу күнін енгізіп, және ол соңғы күн әрқашанда бүгінгі датаны көрсетіп тұрады. Есепті қарау десеңіз, осы жерден бүкіл өзіңіздің серіктестеріңіз, бірінші өзіңіз тіркелген сәттен бастап, қанша серіктесіңіз бар, бүкіл сол серіктестердің данныйлары шығатын болады. Бұл жеке серіктестер, және мені кодовый дейді. Кодовый серіктестеріңіз, ол тек қана партнерлық франшиза алмаған серіктестеріңіздің саны осы жерде. Жеке тұтынушылар, бұл тек қана тұтынушы ретінде тіркелген партнерларыңыз. Және мұн жерде мынадай вкладка бар. Белсенді емес, төмен қатардағы мүше. Міне, бұл жерде, бұл негізінде сіз 3 жұлдызды директордан бастап берілетін вкладка. Бұл жерде сіздің командаңызда қай адам партнеріңіздің төленбеген уақыты көрінеді. 3 жұлдызды директордан бастап берілетін вкладка. Бұл жерде сіздің командаңызда қай адам партнеріңіздің төленбеген уақыты көрінеді. 3 жұлдызды директордан бастап берілетін вкладка. Бұл жерде сіздің командаңызда қай адам партнеріңіздің төленбеген уақыты көрінеді.
Міне, ол 70 күннен асқаннан бастап көрінетін серіктестер. Келесі вкладкамыз бизнес вкладкасында бізде комиссияларда, міне, комиссияның өзі, комиссиялық байланыс тарихы, қаражат алу, траурин виза төлем картасы және маркетинг құралдары. Осы жердегі мысалы комиссия ол белгілі, бұны біз ашпай ақ қояйық, себебі ол жерде өзіміздің жеке ақпаратымыз. Қаражатты алу дейді. Қаражатты алу мың жерде жасыл жолақшада сіздің шығаруға қазір дайын тұрған төлеміңіз көрсетіледі. Сондықтан мысалы оны осы жерге енгізе отыра, мысалы 1000 дейміз, және оны өзіміздің төлем картамызға, немесе білесіздер, біздің системада USDT арқылы да төлем ақыңызды шығарсаңыз болады. Сондықтан осы жерге ең қайсысын таңдайтын боласыз, сол төлемді сол картаға ма немесе USDT-ға ма кететін болады. Және де келесі вкладка Travorem виза картасы. Егер виза картаңызда қандай да бір жағдай болып қайтадан тапсырыс беру керек болатын болса, онда осы жерге кіресіз. Және әрбір серіктес өзі бір жеке партнер шақырған сәттен бастап осы вкладкаға кіріп, өзіне Travorem MyPay Qr арқылы өзіне карта жасап тапсырыс береді картаға. Келесі бұл маркетинг құралдары. Маркетинг құралдары бұл жерде бізде міне көріп тұрсыздар, сіз 2 жұлдызды сақинаға тапсырыс беру. Олны әрине біз алғанбыз, бірақ қандай да бір жағдайда өзіңіздің 100 сақинаңызды жоғалтатын болсаңыз, онда осы вкладкаға кіріп, қайрадан өзіңізге тапсырыс берсеңіз болады. Міне, мысалы, маған және қажет болса өзіме, мен енді бірінші сіз міндетті түрде оны ақысыз аласыз, оны сізге сыйлық ретінде беріледі, бірақ екінші жолы сіз соны қайтарып жоғалтып алған жағдайда қайтадан жасатқыңыз келсе, онда $299 төлеп қайтадан осы өзіңіздің жүзігіңізді тапсырыс берсеңіз болады. Келесі маркетинг құралдарында сайт атауын өзгерту. Міне, өзіңіздің логиніңізді осы жерден өзгертсеңіз болады. Сайт атауы деген өзіңіздің логиніңіз. Так. Енді суреттер осы жерге кіріп, өзіңіздің мына жерге файлдан таңдап суретіңізді қойып қоюға мүмкіншілік бар. Келесі вкладкамыз бұл жеке сайт статистикасы. Осы жерге кіріп, өзіңіздің мына сілтеме арқылы осыны жүктеп, осы арқылы жаңа серіктесті тіркеуге мүмкіншілік. Және де осы жерде сіздің статистикаңыз беріледі. Міне, менде бүгін шақырту жоқ, дұрыс па? 0 тұр. Кешеде шақырту болған жоқ, сондықтан 0 болып тұр. Және соңғы күндегі келушілер, ол 12 адамды құрайды. Биылғы келушілер және келушілердің басталу күні. Барша қанша серіктес сізде бар, сол осы жерде белгіленеді. Командаңызда жеке серіктес емес. Менің веб-сайтымды көру келесі вкладкамыз біздің. Міне. Бұл жерде сіздің
Свобода жизни. Узнайте о преимуществах членства дейді. Узнать побольше о членстве, толығырақ ақпарат, анығырақ қарап жүру. Және де бұл жерде әр төлем, әр өзінің қандай мүмкіншіліктері бар. Оптовый цены қалай алынады. Ай сайлық сіздің ұпайларыңыз, эксклюзивті сіздің мүшелігіңіздің мүмкіншіліктері. Бұл жерде баға қалай құрылады, және де өзіміздің саяхаттар туралы мынандай ақпараттар бар. Міне бұл жерде мысалы не жайлы, әрбір сайт жайлы айтылып өткен. Мына Getaways порталы арқылы, сайты арқылы, міне Мексиканская ривьера дейді, қараңызшы, керемет, 4 күн мен 6 күндік пляждық демалыс. Себебі біз өкінішке орай көпшілігіміз өзіміздің Getaway сайтты былай қатты қолданып жатқан жоқпыз. Негізінде ол жерде керемет мүмкіншіліктер бар. Бұл жерде жүктеген видеолар бар партнерлардың. Және де осы жерде тікелей сұрақтарыңызды қоюға мүмкіншілік бар. Және де мына жерде қараңыз, ашатын болсақ, міне сұрақтар, осы сұрақтарға қаншалықты жиі қойылатын сұрақтар. Міне, соған осының бәрін кез келген жаңа әріптесіңізге осыны көрсететін болсаңыз, осы арқылы өзінің сізге көптеген түсінбей жүрген сұрақтарының бәріне осы жерден жауап алады. Бұл жерде енді міне баннерлар жасауға болады. Келесі вкладкамыз. Баннер таңдаңыз дейді. Мені көріп тұрсыз, Мысалы, менің дәрежем амбассадор. Демек, маған қазір 1 жұлдызды мен 4 жұлдыздыға дейін баннерді осы жерден, міне бұл образец, бұл жерде сіз жүктеп алып, өзіңіз фотосуретін, жаңа серіктестігіңіздің, жетістікке жеткен серіктестігіңіздің суретін қою арқылы, атын жазу арқылы жаңа баннер шығарасыз. Міне амбассадорлар баннерлары. 5 жұлдызды амбассадорға дейін көрініп тұрады. Енді мына тауар деген вкладканы өкінішке орай бізде ешбір ашып көрген жан жоқ. Шыны керек, көпшілік арасында негізінде компанияның логотипі мен брендті өзінің тауарлары бар. Оны қажет болса, сіз осы жерден тікелей сайт арқылы алуға мүмкіншілігіңіз бар. Міне ер азаматтарға, қыздарға арналған мынадай толстовкалар да бар, Travorим логотипімен. Міне 2 түсте бар екен. Өзіңізге қай түсі ұнайды, сол түсті осы жерде таңдап, мысалы, жеке размерін таңдап, осы жерден картаңыздан төлемақы төлей отыра, өзіңізге тікелей заказ бересіз, және сізге бұл почтамен келетін болады. Сондықтан қай мекен жаймен келеді, ол сіздің жеке кабинетіңізде жүктеген адрес арқылы келетін болады. Сондықтан да тіркеген сәтте адамның өзінің мекен жайы жазылып тұру міндетті түрде. Бізбен бірге хабарлас дейді. Міне компанияның бэк-офис және тіркелген көрсетілетін міне почталар, электронды почталар, Help Travorим тексеру.
Мысалы, сізде верификация өтпеген жағдайда, міне тексеру Кустравориум сайтына жазасыз. Міне күнделікті сұрақтарыңызды Саппорт Травориумға жаздыңыз, иә. Travel сайтқа кіретін болсаңыз, міне Travel сайттың өзінің телефон арқылы хабарлассаңыз да болады. Мысалы, сіз ақш-та жүрсіз, сізге тікелей байланысқа қажет. Осы арқылы мына жерде белгіленген ұялы телефондар арқылы байланыссаңыз болады. Міне, егер де сіз сайттардан бұрынғы ескі сайтпен бронь жасаған болсаңыз, қандай да сізде сұрақтар туындаған болса, онда осы жерде міне Travel Desk _Travorium сайтына жазасыз. Әлемдік турлар туралы сұрақтарыңызды World Tours сайтына жазасыз. Ынталандыру сапары, ол Reading Vacation, сол Reading Vacation'ның міне тікелей сайты. Және PayQuicker-мен қандай да бір түсінікпеушілік, қолайсыз жағдай болса, онда осы электронды поштаға немесе егер сіз шет мемлекетте болсаңыз, онда осы телефондар арқылы байланыссаңыз болады. Демек, көріп отырсыздар, біздің сайттардың бәрі толығымен кез келген адамға қандай ақпарат қажет, соның бәрі осы жерде жазулы. Міне, осы жерде енді жеке ақпарат, саяхат мүшелігін басқарыңыз, управление членством деп аталады. Бұл жерге кірсеңіз, бізде міне осыны кездейсоқ басып қойып жүрмеңіздер. Бұл жерде сіз пакеті кейбір жандар пакетін өзгерткісі келеді, мысалы платинум пакеті, енді оны титаниумға ауыстырғыңыз келсе, осы нүктені ауыстырасыз, мысалы мына титаниум деген қарсысына нүктені қоясыз және жалғастыруды басасыз. Бұл жерде саяхат мүшелігінен бас тарту дейді. Егер де кез келген адам, әрине өзінің құқығы, кез келген сәтте өзінің мүшелігінен бас тартуға болады. Ол кезде де осы нүктені осы жерге қосып қойып, қарсысына және жалғастыру кнопкасын басамыз. Осы жерде бір айтып жететін жайт бар. Бізде, білесіздер, компанияның политикасына сай, өзіміздің Қазақстан Республикасының заңына сай, 14 күн ішінде кез келген адам өзінің тіркелген сәттен бастап, мүшелігінен бас тартуға болады. Және өзінің төлеген төлемақысын, яғни $370 төленген болса, соның ішінде $270 платинумдық, міне, платинум мүшелігіне төлеген $270 қайтаруға болады. Ал $100 франшизаға төлеген $100 ол ешқашан қайтпайтын сомма. Сондықтан осы $270 қайтару үшін, мысалы, бірінші электронды поштаға хат жазуға тиіс. Содан кейін ғана өзінің жеке кабинетіне кіріп, бас тартамын деген нүктені басуға тиіс. Демек, сіз компанияны ескертпеген жағдайда сіздің төлеміңіз қайтарылмауы әлде мүмкін. Сондықтан осы егер де соны бас тартқым келеді деген партнерға дұрыстап түсіндіру шарт. Бізде бастапқыда болды, ондай менің өз тәжірибемде бір кісі болды, солай ешкімді ескертпей, ешкімнен ақыл сұрамай кіріп, осы саяхат мүшелігінен бас тарту кнопкасын компанияны ескертпей бас тартқан болатын, бірақ өкінішке орай ол кісіге өзінің төлем ақысы қайтқан жоқ. Жеке ақпаратты жаңарту. Мұны жерде жаңағы айтып өттім ғой, сіздің бүкіл адресіңіз бәрі осы жерде сақталған. Сондықтан да егер де сіздің мекен жайыңыз және де басқа өзіңіздің басқа ұялы телефоныңыздың номері басқа да өзгерген болса, онда осы жерге кіріп, соны өзгерту шарт. Міне, көрсетілгендей, мысалы, менде ағылшын тілі тұр екен, мен алып өзімді орыс тіліне ауыстыра аламын. Төлем ақпаратын жаңарту, келесі біздің вкладкамыз. Бұл жерде егер де мен төлеп жүрген картам, мысалы, ауыстырып жатсам, сол жерге кіріп, осы жерге
виза картаңыздың нөмірін, данныйларын бәрін ауыстыруға болады. Мемлекет күйді таңдау. Мысалы, сіз басқа мемлекетке көшіп жатсыз, мысалы, сондай жағдайда осы жерден бәрін ауыстыруға болады. Так, міне. Есептік жоғаны тоқтату дейді. Егер өзіңіздің полный аккаунтыңды тоқтататын сәтте бас тарту тек шотын белсенді қолдану дейді. Осы жерге міне өзіңіздің галочкаларды басып, және осы жерде екі кнопканың бірін басу. Мен ойлаймын, ол сіздерге қажет емес деп. Және міне біздің соңғы вкладкамыз ол команданың жаңалықтары. Джош тамшысы аптаның негізгі оқиғалары. Осы жерде жаңалықтардың бәрі осы жерде енгізілетін болады. Акциялар. Міне бізде 21 қарашаға дейін қос бонустар акциясы жүріп өтті. Сол жайы жазылып өтілген, бүкіл жаңалықтардың бәрін осы жерден табатын боласыз. Және де қай жерде, мысалы, бізде мүмкіншілік бар, әлемдік турда 2 номер броньдауға болатын мүмкіншілік. Және ол қай жерлерде болды, қай жерлерде болады. Міне осы жерде барлық жаңалықтар осы жерде. Және де осы жерде міне қарап өтсеңіз, зумдардың өткізетін. Бұл жерде міне енді дәрежені көтеру. Осы мерзім арасында дәрежесі көтерілген партнерлардың тізімі. Міне көріп тұрсыздар, әрине, директор жұлдызына, директор болған адамдардың әрине саны әрқашанда көп. Және кейде өмір басыңа кірпішпен соғады, сенімді жоғалтпа деп Стив Джобстың керемет айтып өткен сөзі. Міне достар, бүгінгі біздің өзіміздің жеке кабинетпен танысу осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, бізде 8 минут уақытымыз бар, қойсаңыздар болады. Және де айтып өткім келетіні, осы әлемдік турлар бізде, білесіздер, қазір өте үлкен сұранысқа ие. Сондықтан, егер де өзіңіз ұнатқан әлемдік турларды кездессеңіз, сол сәтте өзіңізге броньдап қоюға біз ұсыныс береміз. Себебі неге? Сіз қалаған өзінің, әрине, әрбір әлемдік турдың бронь жабылатын күні белгіленеді. Бірақ қазіргі таңда әріптестер күн сайын өсуде, сондықтан ол өзінің соңғы броньдауға күніне ешқашан қазір жетіп жатқан жоқ. Сондықтан алдын ала жоспарлаңыздар. Құрметті әріптестер, енді сіздердің сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Сіздерге күндеріңізге сәттілік тілейміз. Күндеріңіз сәтті, жетістіктерге толы болсын деп сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар.